да жаңағыдай қайдасыз, қызым туған күнімен құттықтайын деп едім, оның құрбылары бар екен, 3-4 құрбылары дейді да. Маған бірақ ол бүйтіп айтты, мен тек қана қызым, жаңағы інімнің қызын туған күнімен құттықтаймыз да қайтамыз деді. И мен отырдым, мен маған да жүр деп айтатын шығар дедім да, енді жүр бірге барып қайтайық деген сияқты солай айтатын шығар деп күттім. Бірақ жоқ, спокойно отыр. Сен үйге қайта бер, мен барып құттықтап келейін деген сияқты да. Эфирдан кейін енді ондай ой болған жоқ, барып құттықтап. Мен сен үшін уақыт табатын едім. Ера, сен егер жүр деп айтқаныңда ол жерде. И мен даже 1 сағат күтіп отырдым. Айтып қалатын шығар. Bir кезде ана інісі жазады, босаңызшы, ананың құрбылары келіп қалды дейді да маған. И сол кезде барып айттым мен, сіз маған жүр деп айтпайсыз ба сонда деп ше? Онда жүр дейді да маған. Сонда мен айтсам ғана жүр да, болды. А так өзінің бір желаниясы жоқ сияқты болды да. Сонымен тағдырлер жіберіп, кішкене жүріп қалған ғой. Сөйтсем кеше тірлік анау тағы да. Тағы күнде кездесе береміз. Тырысып жатырмын, мен жазып жатырмын барынша. Кеше ағаларым келіп қалды, аяқ асты. Сонымен Аягөзге жай түсіндіріп айтқанмын негізі. Жоқ, жалпы араларыңызда бір соншалықты ренжитін ештеңе жоқ. Жай ғана менің ойымша сөйлесіп сұрау керек сияқты. Бәлкім сен мені күнде көргің келмей ме дегендей бір тек ренжіп қалмай талқылау керек сияқты араларыңызда. Мен енді жалпы Ердәулет енді қалай айтсам болады, жалпы өзі сондай жігіт қой, андай көбінесе жаман ойламайды, позитивно ойлайды да, типа жаңағындай шаршап қалған шығар деген сияқты қылып. Мен бір Аягөзге бір сұрақ қойғым келіп тұр, кеше белгі көтерген кезде бірдеңе айтты ғой, естеріңізде болса, пока сезім бар, бірақ уақыты келгенде білесіңдер деген сияқты қылып. Ашылып келе жатыр дегенге кейін келтірді. Соны кім жайлы айттың, сол Ердәулет жайлы болды ма негізі? Ортаға шыққаннан кейін подарок келді ғой Ердәулеттен, сол кезде айтты ғой. Жаңа мен негізі Ера мені ренжітіп қойған еді, ренжітіп қойғаннан кейін намыстан айта алмадым да, негізі Ераға еді деп айтты ғой ортаға шығып. Негізі андайдан мен ойлаймын, вообще негізі ол сөздердің бір кім Ердәулет, Ердәулет мырзаға ешқандай қатысы жоқ сияқты негізі да. Себебі білмеймін, енді Зарина туралы әңгіме қозғалған кезде де қызғанды дейді, мен де көріп қалдым шет жағасын. Білмеймін, бір Аягөзден қызғанған реакция көрінген жоқ ол жерде. Бір Аягөзге бәрібір сияқты Ердәулетке, білмеймін. Енді айтып жатыр ғой, күлдің деп, енді Ердәулеттің белгілі ол күле беретін адам екен да, әр нәрсеге. Бірақ сонда да Аягөзден бір андай бір кішкентай бала ретінде көретін сияқты Ердәулетті, бір үлкен еркек, менің ер азаматым деп көрмейтін сияқты бір вайб келеді. Мен алдында Аягөзбен бірге бір-біріне жүрек жіберіп ұстап алып жұтып қойып тұрады ғой. Сол видеосын көріп қалдым. Садәулет әлі күнге дейін ол видеоны өшірмепті. Аягөзде ол видео жоқ. Неге Садәулетте әлі күнге дейін ол видео тұр? Просто Заринамен таныста болған кезде ол видеоны өшіртті, одан кейін обратно архивтан алып шығып қойған да. Айта кетсем болады ма, жалпы қош келдіңіз. Негізінде былайда мен басынан бастап негізі Ердәулеттің шынайы екеніне мен сенбеген едім да. Бірақ та қазір де мен осы Аягөздің айтып отқан әңгімелерінен кейін де сене алмай отырмын. Себебі Ердәулет әлі өзі шынымен де бір Аягөзге сезім бар ма, жоқ па, оны бір определиться ете алмай жүрген сияқты да. Себебі де мен ойламаймын, Аягөз бір вниманиеге қатты бір мұқтажан деп ойламаймын. Себебі өзінің вниманиясы, өзінің кәдімгідей самооценкасы бар қыз ғой. Кеше бұл кісілер, сіздер прямой эфирде отырыңыздар ТикТокта. Сол жерден о жақта халық енді в основном Ердәулетті Заринамен қосып жатыр да. Сіз Заринамен күшті жарасасыз, Зарина екеуіңіз күшті пара болатын едіңіздер деген сияқты. Соған бір Ердәулеттің кішкене жымиып бүйтіп күліп қабылдағаны бар да. Сол жерде мен Аягөздің реакциясын байқадым. Бір қызғанышы ішінен, әлде қызғаныш деп те айта алмаймын, мүмкін бір андай не үшін сен күліп отырсың ол Заринамен қосып отқанға деп бір сонда реакция күнде кездесе береміз деп айтып отқан нәрсесі ойы бір басқа қызға кетіп қалған сияқты осы жаққа келгелі бері. Мәссаған, иә. Оқырмандардың бәрі Зарина деп кетті да маған. Мен жай күлген болатынмын Заринамен жарасасын дегенге. Бұлай не істеген жоқпын мен, жай күлдім. Андай бұлай қалай айтсам болады. Аягөзді ренжіту мақсатында емес. Жарасасында деп жай күлгем. Сен хайп үшін келгенсің, сен андайсың, сен мындайсың деп. Мысалға просто деген қаз қарайтын болсаң, басында Аягөз қандай еді? Мысалға қатты мұз сияқты отыратын. Қазір деген ұялып, төмен қарап, солай отыратын Аягөзді көріп жатырмыз да. Енді мына жерде осыны бағаласаң деймін да, Ердәулет. Садәулет обычно өзінің есімі аталса жүгіріп барып микрофонды алып алатын адамдардың бірі ғой. Енді қазір мүлдем реакция білдірмей отыр да. Енді Аягөз осы жерге қайтып келгеннен кейін енді Қытайдан бір нәрселер өзгерді ма? Мен бір араларына түскенім емес. Просто андай да, может быть, енді Садәулеттен де бірдеңе болса, бұл таныстыққа ертең күні кедергісін келтірмесін деген мақсатта ғой. Қайырлы күн, Баласа ханым, қалайсыз? Өте әдемі болып тұрсыз. Не айтсам екен? Видеоны архивтан қайтадан шығарып қойыпсыз. Оған не себеп болды? Жайдан жай шықпады ғой енді, не болса да Баласа ханым. Былайда мойындағаныңызға рахмет. Аягөзге сен сияқты жігіттер керек емес. Былай ғой, мен Ердәулетке келген кезде айттым ғой, Ердәулет
үмітің ақталмайды. Ол ақшаға, басқаға нәрсеге мұқтаж емес, просто қалай айтсам болады. Ақша бұл жерде? Жоқ, енді айлық табысы 5 миллионнан жоғары ғой енді. Сен күтіп жүрдің, сен қашан келеді деп. Ол көрсей онда. Көргенде былай ғой, мен көретін болсам сен айырылып қаласың деп мен саған алдыңғы эфир айттым ғой. Енді айттым ғой. Мен білем ғой Аягөз Баласахан, оған Ердәулет сияқты жігіттер ұнамайды. Негізінде бұл қазір қанша рет былай бүйтіп тұрып бергісі келмей отыр ғой. Енді қазір өтірік жынданып, мысалы Аягөз ше. Бірақ бес саусағымдай білем да, ол қай уақытта не істейді, қалай ойланады. Мен 10 саусағымдай білем. Ау? 10 саусағымдай білем. Болды, саусақпен санаспай қойық онда. Қазір просто Ердәулеттің андай қылықтары әлі бала сияқты ма, енді жекесіне өткенде емес, просто оның түрі енді андай бейби фейс деп айтады ғой, білесіздер ғой. Кішкене өзі сондай бір тәтті бала ғой енді Ердәулет деген андай бір. Бірақ Аягөз оны білмеймін, бір баласы сияқты ма, бір інісі сияқты ма көреді, бірақ бір махаббатқа бір барады деп айта алмаймын енді Баласахан. Былайда Аягөз просто бір кішкене, қалай айтсам болады, бір мен сияқты деп айтпай қойыншы енді, бірақ маған ұқсайтын жігіттерді ұнатады Аягөз. Ары кетсе мен сіздерге бүйтіп алдын ала томп пішіп айтпай қойын, бірақ 2-3 эфир бұл таныстық тоқтайды Баласахан. Өзіне сенімсің ба? Сенімдімін. Көреміз. Болды. Баласахан Саттөрет алдында ғана осы эфирде мені қозамандар деп етті, қайтып кіріп отырған. Саттөрет негізі кішкене ұят болады. Андайда бетен тұрады да, бір-екі эфирден кейін тағы отырады да, мені қозамандар деп тағы шығады да. Саттөрет кішкене араға кіруді қойсайшы бауырым. Бір емес, екі емес, Гүлжанға да кіресің, Ердәулетке де кіріп жатсың, кішкене адамда ұят деген болу керек қой. Гүлжанға мен өмірімде кірмегем, одан кірмеймін да. Бірақ мынау таныстыққа да мен кіріп тұрған жоқпын Баласахан. Мен қазір өзім деп тұрған, мен аузынан шыққан жоқ. Просто мен Аягөздің қандай жігіттерді ұнататынын қай кезде қалай ойланатынын айттым тек қана. Ердәулет, сен өзіңді просто... Ердәулет, айтшы. Мен саған 100% берем, Аягөз саған қарамайды. 1000% берем, мен саған қарамайды. Жоқ, егерде мен оған кіріссем, қаратып аламын ғой Ердәулет. Кіріссем бірінші. Жарайды, екеуміз бүйтейік онда. Мен араларыңа кірмей қойын, бірақ таныстық тоқтап қалған жағдайда, сен эфирде болсаң да, болмасаң да, мен Аягөзді қаратып алсам, бұл спорға кетіп қалмасын әңгіме, типа махаббат жоқ па, тек қана спор үшін емес. Мен просто Аягөзді қаратып алатын болсам, сен не істеп бересің маған, соны айтшы. Польза қандай? Вот именно саған қарамайды ғой. Жоқ, жарайды ғой, мақұл, қарамайды деп жатсың. Мен бірақ қаратып алам деп тұрмын осыған. Баласаханым. Содан кейін екеуміздің арамыздағы диалог қалай болады? Сіздер менен біраз сұрамайсыздар ма? Жоқ, қазір сұраймыз. Ердәулеттен сұрап алайыншы бірінші. Мен білем ғой, өзіме сенімдім ғой. 1000% саған қарамайды. Енді Ердәулет, мен мысалы айтып отырмын, саған Аягөз не үшін қарамайды? Потому что сен Ердәулет, мен мысалы айтып отырмын, саған Аягөз не үшін қарамайды? Потому что сен оның қасында інісі сияқтысың, баласы сияқтысың деп айтып отырмын. Енді сен қарап тұрған жоқ саған. Сені сыйлау таныстық жалғасып жатыр әлі просто Ердәулет. Мен сенімдім ғой өзіме, Аягөз саған қарамайды. Жоқ, ондай жауап болмайды ғой Ердәулет. Мен сенімдімін деген. Мен спорға кеттім кеп тұр ма? Иә. Неге кеттім кеп тұр? Жоқ, спор емес. Маған айтпашы просто диалог қалай болады? Мен егерде Аягөзді қаратып алсам, мен саған айтып жатырмын, не үшін саған қарамайды? Мен саған қазір ғана түстеп бердім, дұрыс па? Енді сен маған айтшы, Аягөз не себепті маған қарамайды? Неге Аягөз маған қарамайды? Соны айтшы просто. Сендей жігітпен елестете алмаймын мен Аягөзді. Сен елестетпесең бізде таныстық болып қойған ғой алдында. Қазір Саддәулетті енді барлығымыз кінәлі ретінде көріп отырған шығар да, бірақтан да бұл жерде екі тараптан да бар деп ойлаймын да. Мысалы, Аягөздің қазір үнсіз отырғандығы жаңадан бері, мысалы, екі жігіт кешелі алдыңғы эфирдан бері шырпыр болып жатыр да, Аягөз менікі, сенікі деген секілді. Аягөз өзіне бір ұнамайтындай вид жасайды да, бірақ оған приятны болып жатыр да, осы нақтырақ стопты қойып, Саддәулет, сен неге ера келген кезде осылай ортамызға кірсе бересің, қойсай болды, мен саған стоп қойдым ғой десе, екеуі жаңағыдай не қылды ғой, менімен сөйлесесің ба деді, Аягөз жоқ деді, бірақтан да екеуінің жарнама уақытысында әлі бір-біріне күліп, өтпеген бір дүние бар екендігін білдіртіп қояды да осылайынан. Сондықтан да қыз тараптан да нақты бір стоп жоқ та сатикке қарай. И Саддәулеттің бір осы кезде айтып отырғаны, нақтырақ айтып отырғандағы өзіне сенімділігі бір үміт беріп жүргендігінің белгісі ма деп ойлаймын. Баласахан, бір минутқа. Келеміз тек Саддәулет қой, Саддәулет, эфирдің бәрі Саддәулет. Аягөз маған уәде берсінші осы жерде, Саддәулетпен бүгіннен бастап сөйлеспеймін, қасына жоламаймын, бірге тамақтанбаймын деп уәде берсінші. Маған уәде берсен, бүгіннен бастап Саддәулетпен сөйлеспеймін. Аягөз, сен Ердәулетке толықтай сенімдісің ба жалпы? Ертең жұп боламыз, үйленеміз деген сияқты. Сол нәрселердің бәрін ойланып, одан кейін жауап берсең болады. Егер де осы жігітке толықтай сенімдімін, мен осы жігітпен үйленемін, болашағымды көремін десе, мен қазірден бастап араласпауға дайынмын. Егер де сенімсіз болсаң, онда араласамыз екеуміз. Сұрағыңызға рахмет, мен сөйлесем болады ма? Енді осы тема әйтеуір осы жаққа келгеннен бері қозғалып жатыр ғой. Жалпы келген күн айтқан болатынмын,
мен одан артыққа елестете алмаймын деп. Енді оның ішінде не бар екен білмеймін, Балауса ханым. Мен өзімдікін айтып жатырмын да. Досым деп айтқан болатынмын сол моментте. Жалпы адами тұрғыда болсын, жан дүниесі болсын, маған деген достық. Сіз Ердәулетке айтыңыз, Ердәулетке жалпы сізге араласпағаны керек па қалай? Бүгіннен бастап. Енді мен Ердәулет қара бір сұрақ қояйыншы, мен саған. Сен менімен соңына дейін баруға сенімдісің ба? Әрине. Ай, егер олай болмаса ше. Олай болмаса не істейсің? Сатдәулетпен сөйлесіп кетесің ба? Сатдәулетке, бұл жерде Сатдәулет жоқ, мүлдем. Давай екеуміз сөйлесіп отырмыз, иә? Мен саған сұрақ қойып отырмын. Сен сенімдісің ба менімен соңына дейін баруға? Ішіңдегі сезіміңе сенімдісің ба деп сұрақ қойып. Қаншама халықтың алдына келмеймін ғой мен сенімді болмасам. Онда мен саған уәде бере аламын. Бұдан кейін қасына да жоламаймын. Амандаспаймын. Аягөз сізге қиын болып тұр ма? Себебі бір жылайын деп отырсыз ба? Қиналып жауап беріп тұр. Қимастықпен Сатдәулетке қарап отырған сияқты. Аягөз, шынымен мен ара қатынасты үзіп тастауға негізі түбегейлі дайынсың ба? Дайынмын. Шынымен, Ердәулет үшін. Таш, шынайы айтып тұрсың ба қазір? Ердәулет үшін. Ердәулет үшін. Сөйлеп болайыншы, иә. Енді қатысушылар енді көзімен көргенін айтып жатқан шығар, өйткені біз жақын дос болғаннан кейін көп сөйлесіп қаламыз, сырласып қаламыз, тамақтануға бірге барып қаламыз. Кейін біздің сөйлесіп тұрғанымызды или араласқанымызды, тамаққа бірге барғанымызды көрмейтін боласыздар. Одан кейін көрмейтін боласыздар. Осыған мен уәде беремін. Уәде беріп тұр. Балауса ханым, бұл жерде мен уәдені осы уақытқа дейін бермеген, бүкіл халықтың алдында мен Сатдәулетпен араласпаймын деп осы уақытқа шейін мен отырып, Сатдәулетпен араласамын, еще как араласамын деп айтқан болатынмын да. Сондықтан да біз дос ретінде сөйлесеміз, қалайсың деген еще ортақ достарымыз бар. Көрмейтін боласыздар, ал Ердәулетке араласпаймын деп уәде беріп отырсыз ба? Уәде беремін, иә. Қатысушылар уәде береді, одан кейін уәдесінде тұрмайды. Балауса ханым, былай жасайықшы, енді рекламада жүрген кезде келіп ұмытып кетеді ше, біз айтамыз күнде амандаспаймыз деп ше, сөйтеді де ұмытып кетеді да, қалайсың деп күліп тұра береді. Мен ғана сөйтемін ба? Мен ғана сөйтемін ба, Аягөз? Сен күнде өзің келіп амандасасың ғой, Сатдәулет, енді мен саған қасына сайтик қалайсың деп айтпағанмын ешқашан. Сен жақта вообще жоқ еш нәрсе. Звондау, сообщение жазу. Келе жауап берші. Мен, хорошо, мен саған рекламада екеуміз араласпай кетсек те, мен саған барып сөйлеп қоямын. Хорошо. Мен телефонмен сөйлесетініміз өтірік емес, телефонмен сөйлесіп, жоқ, дос болғаннан кейін сөйлесіп жүрміз. Бұндай уәдені мен қазір. Сен айтамыз, Ердәулет, сондай жақсы бала деп. Деген сияқты. Просто мен сияқты досынан айырып қалайын деп тұрсың ғой, Ердәулет үшін ше. Просто Ердәулет келеді, 2-3 күннен кейін кетеді, Аягөз, ал біз араласамыз дальше. Асығыс шешім қабылдама, ол сен жігітің емес, ол сен күйеуің емес. Просто қазір жылтырап отыр да, былай айтқанда ше, жылтың етіп. Жылтырап кетеді ғой бұндайлар. Көз бар ғой, даже сұраған да жоқ та, неге мен Сатдәулетпен сөйлесуімді тоқтатамын деп. Саған сонда Сатдәулет настолько маңызы жоқ адам ба, сен досым деп тұрсың. Хотя бы достық маңызы болу керек. Менің осындай досым деп сен дәлелдеуің керексің ғой. Саған сонда соншалықты маңызы жоқ. Енді қараңыздар, сол достықты сіздер махаббатқа айналдырып жатсыздар мына жерде. Біз емес, сендер айналдырып. Мен түсінбедім, бағанан бері үштікке кірмеймін, бауырым кірмеймін деп, бірақ уже кіріп қойды да, бұл уже кіріп сол жақта жүр қазір. Адам деген мысалы үштікке кірмейтін болса бұрынғы нәрсесін қайтып шығарып Аягөзге кірмейсің ба деген сияқты қылып. Потому что сен Аягөздің эмоциясына қарашы, ол 3 рет ойланды, сосын мен де ойландым. Біз бір-бірімізді дос ретінде болсын, қалай болса да қимаймыз, түсініп тұрсың ба сен? Жоқ, мен